Ассаламуалейкум барлықтарыңызға, менің есімім Нұрбол Қалымбек. Бүгін бізде Ризық Академиясының трейдинг саласы бойынша базалық сабақтардың бірінші сабағы. Бүгін біздің қарастыратын тақырыбымыз жалпы трейдинг дегеніміз не? Жалпы біз ол жақта қалай жұмыс жасаймыз, қайдан алып сатамыз, жалпы қалай пайда көреміз деген дүниені қарастырамыз. Жалпы трейдингті қазақша бір сөзбен айтатын болсақ, сауда деп аламыз. Мысал ретінде саудагерлер әртүрлі товарлармен айналысады. Әртүрлі товарларды сатып пайда көреді. Оның ішінде мысалға біреу аяқ киім сатуы мүмкін, біреу жай киім сатуы мүмкін, біреу аксессуар сатуы мүмкін, біреу алтын сатуы мүмкін, біреу телефон сатуы мүмкін деген сияқты әртүрлі товарларды алып сатып пайда көреді. Ал трейдингта да дәл солай біздің өзіміздің алып сатып жасайтын дүниелеріміз бар. Яғни мына жерде біз трейдинг деп алайық. Біздің алып сатып жасайтын инструменттеріміз негізгі 4 инструментіміз бар. Сауда инструменті. Олар акциялар, шикізаттар, валюталар және криптовалюталар деп аламыз. Енді акцияларға тоқтайтын болсақ, акциялар дегеніміз не? Мысал ретінде өзіміз ішіп жүрген Coca-Cola компаниясының акциясы бар. Мысал ретінде өзіміз ұстап жүрген Apple компаниясының өнімі. Өзіміз көріп жүрген YouTube мысалға ол Google компаниясынікі, қолданып жүрген Instagram, WhatsApp ол Meta компаниясынікі деген сияқты. Сондай компаниялардың құнды қағаздарын біз Қазақстанда отырып, Американың биржасына кіре отырып, алып сатып, яғни арзаннан алып қымбатқа сатып, қымбаттан сатып арзанға алып пайда көрсек болады екен. Енді акцияда екі түрлі вариант бар. Біреуі жаңағыдай алып сату жасайтын болсақ, алып сатып пайда көретін болсақ, екінші вариантта дивиденд арқылы. Яғни сіз ұзақ уақытқа инвестор бола аласыз, сол компаниялардың акцияларын сатып алатын болсаңыз, сол компанияның кішігірім болсын бір бөлігін сатып алғанымен бірдей боласыз. Әрине, қаншалықты көбірек сатып аласыз, соған қарай, яғни дивиденд төлейді. Яғни сіз сол компанияға инвестор болғаныңыз үшін, компания өзінің тапқан табысының бір бөлігін инвесторларға сыйақы ретінде таратып береді, ол бізде дивиденд деп аталады. Яғни акцияда ғана осындай екі түрлі бағыт бар, екі түрлі пайда табу жолы бар. Яғни алып сатып жасау немесе ұзақ уақытқа ұстап дивиденд арқылы пайда табу. Екіншісі бізде шикізат. Шикізатты біз қандай түрлері бар? Алтын, күміс, мұнай, газ деген сияқты жалпы қандай шикізат өнімдері бар? Даже кофеге дейін алып сатуға болады. Қандай шикізат өнімдері бар? Солардың биржадағы бағасының қозғалыстары арқылы біз оларды алып сатып пайда көреді екенбіз. Одан кейін бізде валюталар, ол жаңағы евро, доллар, Англияның валютасы, Жапонияның валютасы деген сияқты әртүрлі алып мемлекеттердің валюталары, яғни ликвидный да, былайша айтқан кезде сондай валюталардың алып сатып жасау пайда тапсақ болады екен. Одан кейінгі түрі бізде криптовалюта болып табылады. Криптовалюта енді өздеріңіз естіп жүрген шығарсыздар. Ең үлкен алып екі криптовалюта бар бізде. Бұл бізде эфириум және биткоин. Әрине 1040 түрлері көп, бірақ ең сенімді, ең үлкен, ең бюджеті көп криптовалюталар бұл бізде биткоин мен эфириум екен. Яғни осы 4 инструмент бізде негізгі товарларымыз, алып сатып жасайтын товарларымыз осы болып табылады. Бұларды біз айдаладан алып келіп жасамаймыз. Бұларды біз қайдан алып жасаймыз? Қараңыздар. Мысал ретінде алсатын болсақ, бір сүт шығаратын компания, завод болсын. Ол сүтін шығара салып, мысалға, шығара салады, сразу магазиндарға таратамы? Жоқ, таратпайды. Олар бірінші неге сақтайды? Складқа сақтайды. Складқа сақтайды, сосын барып нелерге жібереді? Магазиндерге жібереді. Дәл солай, енді сіз адамсыз, бізге мысалға бүгін бір ішуге, шайға қосып ішуге 1 литр сүт керек болып тұр. Сіз қайдан аласыз? Анау үлкен заводқа барып 1 литр сүт сатып алмайсыз, дұрыс па? Анау үлкен складқа барып та 1 литр сүт сатып ала алмайсыз. Сіз қайдан аласыз? Сіз магазиннен аласыз. Магазин қайдан алады? Складтан алады. Дәл осылай. Компания өзінің акциясын шығарған кезде акцияларын IPO-ға шығарады, биржаға шығарады, сөйтіп акцияларын алып кеп неге жинайды? Биржаға жинайды. Биржаға шығарады. Ал биржадан біз адамдар сатып ала алмаймыз. Анау компанияға барып, алып компанияға барып, мен сенің акцияң сатып алам деп айта алмаймыз. Біз қайдан сатып аламыз? Магазиннен, яғни брокерден сатып аламыз. Яғни брокер бізге үлкен биржаға кіріп, бізге қызмет көрсетіп береді. Яғни Қазақстанда отырып сіз америкалық компаниялардың акцияларын брокер арқылы сатып ала алады екенсіз. Енді бұл биржада нелер орналасады? Жаңа әртүрлі компаниялардың фондовый биржанікі бөлек, крипто биржа бөлек. Мысалға, фондовый биржаның түрлері бар бізде. Америкада екі үлкен биржа бар. Фондовый бізде NASDAQ және Нью-Йорктің биржасы бар. Бұл
Америкалық екі үлкен фондовый рынок. Қазақстанда, мысалға Қазақстанда қандай бар? Каспий банк, Халық банк, Эйр Астана, Қазмұнайгаз деген сияқты үлкен алып компанияларының акциялары қайда орналасқан? Осы екі биржада орналасқан. Кейс және AX деген осы екі үлкен биржа бар, иә. Енді брокерлер, қараңыздар, сіздер осы мысалға бізде фондовый акциялар орналасқан биржалардың түрлері осы болатын болса, мысалға алтынның биржасы өзі бөлек, Чикагода орналасқан мысалға да, жаңа крипто биржа өзі бөлек биржа болып табылады деген сияқты. Яғни біз биржаға тікелей кіру арқылы, бірақ тікелей кіре алмаймыз, кіммен кіреміз? Брокерлердің көмегі арқылы ғана жасайды екенбіз. Яғни өзіміз физлица болып ештеңе істей алмаймыз, только брокермен арқылы. Яғни қарапайым адам брокерлермен сауда жасап, тек брокерлермен ғана сауда жасай алады екен. Енді брокердің де түрлері өте көп. Мысал ретінде фондовый рынокта именно акциялармен сауда жасауға қазіргі таңда қолайлы сенімді брокерлердің бірі бізде Freedom брокермен жасаймыз. Яғни именно акциямен жасаған кезде. Ал енді қалған шикізат, валюта, криптовалюта деген сияқты оларға әртүрлі басқа брокерлердің түрлері өте көп. Оны зерттеп, арнайы мамандардан сұрап деген сияқты өзіңіздің таңдауыңыз, өзіңіздің қолайлылығыңызға қарай сол брокерлерді таңдап жасасаңыз болады. Енді қараңыздар, тікелей биржаға біз кіре алмайтын болдық, только брокер кіре алады дедік. Одан кейін кімдер кіре алады? Бізде мемлекет кіре алады, банктер кіре алады, жалпы жеке қаржылық ұйымдар кіре алады, фондтар кіре алады. Мысалға да, частный фондтар, пенсионный фонд деген сияқты. Сондайлар кіріп, биржаға кіріп жұмыс жасай алады. Только физлица біз қарапайым адам ретінде кіре алмаймыз, тек брокердің көмегіне жүгінеді екенбіз. Жалпы осылай болады. Яғни бізде трейдинг деген бұл сауда, біздің сауда жасайтын инструменттеріміз осы акция, шикізат, валюталар және криптовалюталар деген сияқты. Соның ішінде біз оларды қайдан алып сатып алатынымызды түсіндік. Яғни біз айдаладан алмаймыз, биржаға кіру арқылы брокерлердің көмегімен сауда жасайды екенбіз. Жалпы трейдинг дегеніміз осы, біз нарықта осылай жұмыс жасайды екенбіз. Бүгінгі негізгі түсіну керек сабағымыз осы. Келесі сабақта біз жалпы трейдингтағы позициялар туралы үйренетін боламыз.